Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге карамельный медовиктің рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап кетіңіздер. Лайк, коммент күтем. Қажетті құрамдар: қант 375 грамм, бөлме температурасындағы сары май 185 грамм, бал 150 грамм, жұмыртқа 4 дана, ас содасы 1 шай қасық. Бөлме температурасындағы сары майымызға балымызды қосамыз. Содан кейін қантымызды қосамыз. Енді жай отқа қойып, бәрі ерігенше жақсылап араластырып тұрамыз. Осындай консистенцияда болуы керек біздің қамырымыз. Енді ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Ас содасын қосқаннан кейін біздің қамырымыз 2 есе үлкейе түседі. Осындай. Енді қоңырқай түске енгенше әрдайым араластырып тұрамыз. Міне, қоңырқай түске енгеннен кейін тез араластырсаңыздар жақсы болады. Енді жарты сағаттай суық жерге қойып қоямыз. Суығаннан кейін біртіндеп жұмыртқамызды қосып, массамызға енгізе бастаймыз. Міндетті түрде тездетіп араластырсаңыздар жақсы болады. Тез араластырмасаңыздар жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Енді ұнымызды қосамыз. Алдыменен 2-3 бөлікке бөліп, қасықпенен араластырып қоса бастаймыз. Содан кейін барлық ұнымызды, қалған ұнымызды қосып, қамырымызды илей бастаймыз. Қамырымыз кішкене қолға жабысқақ болуы керек. Енді мынандай қамырымыз шыққаннан кейін видеодағыдай оны пищевой пленкаға салып аламыз қамырымызды. Енді видеодағыдай көрсетілгендей қамырымызды орай бастаймыз. Қамырымызды орап біткеннен кейін тоңазытқышқа 2 сағаттай қойып қоямыз. Енді тоңазытқыштан шығарғаннан кейін қамырымызды пищевой пленкадан шығарып аламыз. Қамырымызды 2-ге бөлеміз. Және де менде 12 қорж шықты, 21 сантиметрлік формада пісіреміз. Енді сіздің қалауларыңызша енді тортты 2-ге бөлсеңіздер де болады. 152 граммдай шықты. Енді дөңгелектетіп аламыз қамырымызды. Енді пергаментті астына саламыз. Қамырымызды оңға міндетті түрде аунатып аламыз. Қолымызбенен басамыз. Және де оқтауымызбенен жұқа қылып жайып шығамыз. Формаменен қамырымызға із қалдырамыз. 21 сантиметрлік формаға. Және де шанышқыменен бетін енді 180 градуста 10 минуттай пісіреміз. Енді кремін дайындаймыз. Бөлме температурасындағы 150 грамм сары майымызды саламыз. Содан кейін вареный сгущенкамызды 1 банкасын саламыз. Жақсылап екеуісі біріктіргенше араластырып аламыз. Содан кейін қаймағымызды қосамыз 400 грамм. 20%-дық осындай крем болып шығады. Корждарымыз дайын болды. Жан-жағын алып тастаймыз. Енді тортымызды жинай бастаймыз. Астыға 1 ас қасықтай крем жағамыз да үстінен коржымызды саламыз. Содан кейін 2 ас қасықтай кремімізді корждың үстінен құямыз да жағып шығамыз. Енді
енді тағы да біреусін осылай жағып шығамыз. Осындай тортымыз осылай жиналды. Енді үстінен тағы да барлық кремді құйып жағып шығамыз. Қалған корждарымызды тағы да духовкаға 10 минуттай пісіріп аламыз. Яғни кептіріп аламыз да жақсылап оқтауменен үстінен басып шығамыз. Яғни крошки жасап шығамыз. Және де тортымыздың үстінен жан-жағынан бәрін сеуіп шығамыз. Әсемдік үшін құлпынай қолдандым. Құлпынайды 2-ге бөлдім. 10 құлпынай жеткілікті. Енді дәу болса, 10 жеткілікті, кішкентай болса 12-11 штуктарын аласыздар, данасын яғни. Үстінен осылай видеодағыдай көрсетілгендей жасап шықсаңыздар болады. Сіздерменен болған Наргиз. Тортымызды 2 сағаттай тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыздар.